Сәлеметсіздер ма, балалар? Балдәурен үйірмесінің жетекшісі Бақытгүл Кәкеймін. Бүгін балалар сендерге өткізейін деген сабағым ауыз қуысымен жұмыс жасау. Және де ешқандай аспапсыз постановка дейді ғой, дауыс дыбыстарды қою, жаңағы сол туралы сіздерге аздап мағлұмат бергім келіп отыр. Сол үшін айта кетейін, бізге ең бірінші нотаның тазалығы керек. Өзіміз әдетте үйренгендегідей пианиноның көмегімен жаңағы до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Осы дыбыстықтардың тазалығын сақтап, осы жаттығуды маған қайталап айтып беруге тырысыңдар. Келесі сабақта мен сендерде видеомен осыны нақтылап бақылаймын. Және де осы ноталар таза әрі дұрыс жеткізілу керек. Себебі әншінің аспабы бұл ауыз қуысы. Осы ауыз қуысымен өлең айтқан кезде жаңағы жақ ашылу керек. Жақ ашылу дегеніміз жағымызды нақтылап ашып, деммен жұмыс жасаймыз. Дем, білесіңдер, қабырғаның астына аламыз, демді соған итереміз. Содан кейін жаңағы әуен нақты әрі барлық адамға, көрерменге әсерлі болып естілу үшін ол әуен жаңағы демнің күшімен итеріп, ауыз қуысымен шығарған кезде алдыға қарай шығу керек. Осыны жақсы қадағалайық. Ендеше бір жаттығу жасап көрейік. Фа, фе, по, пу, ха, хе, хо, ху, ра, ре, ро, ру. Осы жаттығуларды қайталаймыз. Ендеше осы жаттығуды деммен жұмыс жасаған кезде қолымызды ұстаймыз, терең дем аламыз. Ешқандай иық, жаңағындай мойын, немесе жатып айтуға, немесе жаңағы қисайып отырып айтуға, немесе былай отырып айтуға болмайды. Себебі біздің аппаратымыз ауыз қуыстан шығатын жаңағы дыбыстарымыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан осылайынан нағыз бір жақсы отырысты таңдаймыз. Сонан кейін айтамыз. Па, пе, по, пу, ха, хе, хо, ху, ра, ре, ро, ру. Осыны нақтылап демге итеріп осылай айтамыз. Демге дауыстың күші итерілу керек, ауыз қуыспен алдыға қарай итересіңдер. Сонан кейін демге итерілген звукты. Осылай жаттығу. Тағы үшінші жаттығу сіздерге жаңағы бірінші нотаның тазалығын, екінші айтқан жаттығуымыз жаңағы осы жаттығуларды маған көрсетулеріңіз керек. Үшінші жаттығу, ауыз қуысымыз, мысалы, біздің көп уақыт болды, қазір каникул кезінде, карантин кезінде жұмыс жасап жатқан жоқпыз. Өзімде аса бір сұмдық дайындалып жатқан жоқпын. Сондықтан жаңағы ауыз қуысының жерлері көп қозғалыстан қалады. Сондықтан көп сөйлемей жүрген соң, өлең айтпай жүрген соң, сондықтан осы жерге мынандай демге тіреп тұрып, демге тіреп тұрамыз да, мынандай кішкене қиынырақ жаттығу, күрделі бұл енді сендерге. Деп осылайынан жасаймыз. Ол кезде жасаған кезде біздің мына ауыз қуысымыздың мына бір жерлердің барлық клеткалары оянады. Және мұрнымыз бәрі дірілдейді, мына көзге дейін дірілдейді. Осы жердегі жаңағы ауыздың мына бөлігіндегі, мұрынның бөлігіндегі резонаторларымыздың бәрі жұмысына қайтадан кіріседі. Осы жаттығулар көбірек айтылған соң, өлең айтып көрсеңіздер, өте жеңіл, оңай, дыбыстарыңыз нақты алдыға қарай ұмтылады. Өйткені демге тіреп деп айтамыз. Ал кішкентай қыздарымызға бұл жаттығуды кішкене деп төмендетіп, немесе жоғарылатып айтуға да болады. Осы жаттығуды көбірек қайталайық, балақайлар. Күндеріңе сәттілік, біз үйдеміз.